Армысыз, құрметті қазақ. Сұңғат бауырымыз Павлодардан кеп, өкінішке енді бүгінгідегі Павлодар, бірақ сол Павлодардың атын ауыстыруға қазақтандыру саясатын жүргізіп жатқан сол Сарыарқа төңірегінің тумасы Сұңғат Алматыға келіп енді пікір алмасып сөйтіп жатырмыз. Жұмысымыз жалғасуда. Павлодардың атауын өзгертуге осы жалпы қазақты шақырамыз, осыған үлес қосып, ат салысып, бұл павлодарлықтарды жалғыз қалдырмай, бұл бүкіл қазақтың мүддесі жатыр бұл жерде. Тек павлодарлықтар ғана емес, әр қазаққа, Ақтауда жүрген, Қызылордада жүрген қазақ, ол бәріміздің ортақ құндылығымыз, ол біздің қаламыз. Павлодар қазақша аталу керек. Енді оған әртүрлі көзқарастар бар. Біреулер айтады, ертіс болу керек, біреу былай болу керек дейді. Қалай болса да қазақша болу керек. Соған біз сұрайтынымыз, зиялы қауым қазақтың белсенділері, журналист, жазушы, әртіс, кім болса да, саясаткерлер, сарапшы және басқалары, сахна жұлдыздары, Тұрсынбек Қабатов, біздің бауырымыз Ринат Зайытов, кім болса да, біздің ғылыми тұлғалар осыған көмектесіп, осыны қолдап бір ауыз сөз айтсаңдар нелерің кетеді. Сахнадан ба, трибунадан ба, қай жерден, қолдарында газеттерім бар, телеарнада істейтін бүкіл қазақ осыған бірігіп, шынтақтасып, үлес қоссаңдар. Ал енді ағайындар, енді міне ат салып жатырмыз. Осы біздің қаланың Павлодар енді болашақта Сарыарқа мүмкін Құдай қаласа болатындай. Сізге ағайындар осылай ұсыныс көмектесіп жіберіңіз енді. Енді болашағыңызды өзіңіз білесіз қалай болатындай. Сондықтан ағайындар осындай көмек жасаңыз. Рахмет сізге.